Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Чакан Ерлан Аблайұлы. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы волейбол ойын ережелері. Сабағымыздың мақсаты қолайлы оқу үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдана және көрсете білу. Қимыл қозғалыс сапаларын орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу. Ойын техникасы. Ойын техникалары 7 тармаққа бөлінеді. Шабуылдау, құлау, қабылдау, кері қайтару, топтың берілуі, топтың ойынға қосуы, тосқауыл қою. Тордың ені 1 метр, ұзындығы 9,5 метр. Тор жоғарыдағы темір бағаналарға бекітіледі. Жасөспірімдер арасында 13-14 жастағылар үшін ер балаларға 2 метр 20 см, қыз балаларға 2 метр 10 см. 15-16 жастағылар үшін 2 метр 35 см, 2 метр 20 см. 17-18 жастағылар үшін ер балаларға 2 метр 43 см, қыз балаларға 2 метр 24 см. Волейбол ойын ережесі. Бұл ойын негізгі қағидалары мынадай. Ең алдымен алаңның ауқымын белгілеуі тиіс. Алаң аумағы 25-25 фут, 7,6-15,1 метр құруы қажет. Ойындағы себеттің көлемі 2,27 фут. 0,61 8,2 метр болуы керек. Биіктігі 6,5 фут, 198 см. Топтың материал маңызды болып саналады. Сондықтан да резеңкеден жасалған топ қолданылады. Оның салмағы 340 грамм құрайды. Ойын кезінде әр командадан алаңда 6 ойыншыдан ойнайды. Алаң 6 аймаққа бөлінген. Ойынға қосу мүмкіндігі ұпай алған командаға беріледі. Топ қабылдаушы команда ұпай алса, оның ойыншылары сағат тілі бойынша бір орын ауыстырады. Ойын мақсаты қарсылас алаңына доп түсіріп, ұпай жинау. Ойыншылар алдыңғы және артық шеп болып бөлінеді. Алдыңғы шабуылшы шептегілер екінші, үшінші, төртінші аймақтар. Ал арттағы шептегілер бірінші, бесінші, алтыншы зоналар. Допты ойынға қосу кезінде артқы шептегі ойыншылар алдыңғы шептегі сәйкесінше 1-2-ден, 6-3-ден, 5-4-тегі аймақтағы ойыншының алдына шықпауы тиіс. Доп ойынға қосылғаннан кейін ойыншылар еркін алаңда орын ауыстыра алады. Алаңда орын ауыстырған кезде екінші аймақтан бірінші аймаққа ауысқан ойыншы допты ойынға қосады. Доп ойынға артқы шептен кейінгі доп қосу аймағынан беріледі. Ойынға қосылған допқа тор үстінен бірден тосқауыл қоюға болмайды. Барлық ойыншылар доп қабылдай алады. Дегенмен көбіне допты 1-ші, 6-ші, 5-ші зонада тұрған ойыншылар қабылдайды. Бір команда доп қарсы бетке өткенше 3 рет жанаса алады. Бір ойыншыға допқа 2 рет жанасуға болмайды. Бірінші әдіс қабылдау, екінші әдіс допты әуелетіп көтеріп беру, үшінші әдіс шабуыл соққысы. Барлық шабуыл әдістері тек өз алаң бетінен орындалады. Артқы шептегі ойыншылар допты екінші сызық алаңнан ғана секіріп соққы жасай алады. Қабылдаушы командадан келген допты ойыншы тордан өткізбей тосқауыл қоя алады. Тосқауыл 1 немесе 2-3 ойыншыдан құралады. Тосқауылды тек алдыңғы шабуылшы шеп қана қоя алады. Допты кез келген дене мүшесімен қабылдауға болады. Тек қысып алып немесе ұстап алып лақтыруға болмайды. Допты ойынға қосқан команда ұпай алса, орын ауыстырмай жалғастыра береді. Егер қабылдаушы команда ұпай алса, ойыншылар орын ауыстырып барып допты ойынға қосады. Ойын барысында команданың қосалқы ойыншылары, бапкері, көмекшісі, дәрігері тиесілі алаң жиегінде тұрады. Бір партияда әр команда 6 рет ойыншы алмастыра алады. Әр командада либеро ойыншысы қорғаныста ойнай алады. Партияда 25 ұпайға бірінші жеткен команда жеңіске жетеді. Егер есеп 24-24 болса, 2 ұпай алға ұзаған команда жеңіске жетеді.
Ойында 3 партия жеңіске жеткен команда ұтады. Егер партия бойынша есеп 2-2 болса, 5-ші партия 15-ке дейін жалғасады. Ендеше оқушылар, әлемнің үздік волейбол ойындарына кезек берейік. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.